Елімізде 400-ге жуық осы Қазақстан чемпионатында спортшылар қатысуда. Арасында Азия чемпиондары бар, жасөспірімдер арасында әлем чемпиондары бар. Сол үлкен деңгей көрсетіп жатыр. Жоғары деңгейінде Қазақстан Республикасының чемпионаты ұйымдастырылған. Мен федерацияға алғысымды білдіремін, мәдениет және спорт министрлігі атынан. Біз бірлесіп, бірге жұмыс істеп жатырмыз, дзюдо спорт түрі дамытып жатырмыз. Өте қиын болды. Әсіресе финалдық кездесу қиын болды. Ешқандай схватка оңай өткен жоқ. Аш істері шықпай, сәтті жеңіс болмайды ғой. Алда мақсат, құдай қаласа, әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болу.